Баршаңызға сәлем достар. Бүгін әдеттегідей түс шору жайлы видео болады. Бүгінгі тақырып балық жайлы болмақ. Түсіңізде балық көрсеңіз немесе жесеңіз, онда мына нәрселерге мән беріледі. Біріншісі балықтың дәміне, ал екіншісі балықтың мөлшеріне, және де үшіншісі балықтың жұмсақтығына. Ибн Сириннің пікірінше, түсіңізде балық көру сіздің жағдайыңызға байланысты деген. Егер сіз бір жағдайлармен уайымда жүрсеңіз, сол уайымыңызға сәйкес түсіңізде балық кіруі мүмкін, немесе өмір сүруге деген талпынысыңызды білдіруі мүмкін. Әйел адам түсінде балық жегенін көрсе, тұрмыс құратынын белгісі. Нәблусидің пікірінше, әйел адам түсінде балық көрсе, балықтың санына байланысты ақша табатындығыңызға ишара деген. Егер олардың саны тақ болса, немесе 4-тен көп болса, онда көп ақша келетіндігінің белгісі деген. Ибн Сириннің айтуынша, егер сіз түсіңізде жұмсақ балықты жесеңіз, онда ақша мен тамақтың көп болатындығына ишара деген. Егер тұзды немесе кішкентай балықтарды жеп отырсаңыз, онда ол жаманшылыққа деген. Түсіңізде тірі балық жесеңіз, жоғары лауазымға ие болатындығыңыздың белгісі. Ибн Сириннің айтуынша, отқа піскен, яғни грильде балықты жесеңіз, дұғаларыңыздың қабыл болғандығына ишара деген. Ал егер түсіңізде майға қуырылған балық жесеңіз, тақуа емес екендігіңізді білдіреді және сол үшін жазаланатындығыңызға ескерту. Түсіңізде үлкен тікенді балық жесеңіз, алға қойған мақсаттарыңыздың көп екендігіне ишара. Түсіңізде жұмсақ балық жесеңіз, алданасыз дегенді немесе адамдарды алдағандығыңыздың белгісі. Түсіңізде жұмсақ балық жесеңіз, бастаған ісіңіздің оңалуына ишара деген. Ал қатты балық жесеңіз, кейбір қиындықтар болатынын және сол қиындықты жеңесіз дегенді білдіреді. Түсіңізде ащы балық жеу бір адамның ақысын жеп қойғандығыңызға ишара. Түсіңізде тұзды балық жеу алда сізді түрлі сынақтар күтіп тұрғандығына ишара. Түсіңізде тәтті балық жесеңіз, онда сіздің өміріңізді өзгертетін бір жақсы есік ашылатындығына ишара. Түсіңізде кішкентай балық көрсеңіз, сіздің бос іспен айналысып жүргендігіңізге ишара. Түсіңізде үлкен балық көрсеңіз, ол сіздің өміріңізде кейбір қиыншылықтар болып жатқандығына ишара. Бірақ Алланың қалауымен ол қиыншылықтарды жеңесіз. Түсіңізде біреудің көп балық жегенін көрсеңіз, ол адамның өзімшіл және жалғыз екеніне ишара. Түсіңізде сүйегі жоқ балық жесеңіз, өміріңіздің мәнді де сәнді болатындығына ишара. Ал егер сүйектері тамағыңызға тұрса, қиыншылықтар болатынын ескертеді. Түсіңізде балықты ұнға батырып майға қуырып жатсаңыз, ол сіздің ақшаңыздың белгісі. Яғни сіз ақшаңызды бекерге жұмсап жатқандығыңызға ишара. Түсіңізде сырты ашылмаған балықты пісірсеңіз, сізге бұл Алладан келген ескерту, сізге арам мен адалға көңіл бөлсін дегенді білдіреді. Түсіңізде суы жоқ жерде балық аулап жүрсеңіз, сіздің күнә жасағандығыңызға ишара. Түсіңізде таза суда балық аулап жатсаңыз, мол рызыққа ие болатындығыңызды және балаңыздың жақсы болатындығына ишара. Ал егер түсіңізде лай суда балық ауласаңыз, бір қайғылы жағдай болатындығына ишара. Түсіңізде өзен немесе көлден үлкен балық ұстасаңыз, олжалы болатындығыңызға ишара. Түсіңізде құдықтан балық ауласаңыз, жаман нәрсе жасап жүргендігіңізге ишара. Түсіңізде лай судан балық аулау, балығыңыз жақсы болса да бір жаманшылықтың белгісі. Түсіңізде үлкен балық ұстасаңыз, жақсы хабар келетіндігіне ишара. Түсіңізде үлкен балықты немесе китті ұстап, жіберіп алсаңыз, ақша үшін бір ұрыстың болатындығына ишара.
Түсіңізде су бетіндегі балықтарды көрсеңіз, бір құпияның ашылатындығына ишара. Түсіңізде теңіз түбінде балық аулап жүрсеңіз, жұмысыңыздан мол кіріс болатындығының белгісі. Түсіңізде өзеннен балық ауласаңыз, басқа бір адамдардың істерін шешуден жалыққандығыңызға ишара. Түсіңізде балықты сату үшін аулап жатсаңыз, саудаңызда береке болатындығына ишара. Түсіңізде ерекше балықтар ұстап жүрсеңіз, сіздің баюыңыз үшін бірнеше жолды таңдағаныңызды білдіреді. Ал егер түсіңізде балық аулап отырып ешқандай балық ұстамасаңыз, сіздің өз мамандығыңыз бойынша жұмыс істемей жүргендігіңізді білдіреді. Өз мамандығыңызға ауысуыңыз қажет. Түсіңізде суы жоқ жерде балық аулап жүргеніңізді көрсеңіз, сіздің адамдардың сөздерін аңдып, олардың сөздерін ауыстырып жүргендігіңізге ишара. Әйел адам түсінде балық көрсе, өсек пен уайымның белгісі. Ал егер балықты жеп отырса, көп сөйлеуді, дау-дамайды білдіреді. Егер әйел адамның түсінде балықтың ішінен маржан тас шықса, тұрмыс құратындығыңызға немесе ұл бала туатындығыңызға ишара. Әйел адам түсінде балықтың аузыңыздан шығып жатқанын көрсеңіз, өтірікті көп айтатындығыңызға ишара. Әйел адам түсінде суы жоқ жерде балық көрсе, оның жаман жолда екендігіне ишара. Имам Наблуси түсіңізде судағы өлген балықты көрсеңіз, үмітіңіздің үзілгендігіне ишара деген. Теңізде жұмыс жасайтын адам түсінде төсегінің үстінде балық жатқанын көрсе, бір жаманшылықтың белгісі. Бойдақ адам түсінде балық сатып алса, үйленетіндігіне ишара. Түсіңізде аузын ашып тұрған китті көрсеңіз, сіздің бір тығырықта тұрғандығыңызға ишара. Егер адам түсінде аузыңыздан балық шыққанын көрсеңіз, жақсы сөздер айтатындығыңызға ишара. Бойдақ қыз түсінде әдемі балықтарды көрсе, бір қуаныш болатындығына ишара. Түсіңізде сатып алған балығыңыз тірі болса, береке келетіндігіне ишара. Түсіңізде өлген балықты жеп жатқан болсаңыз, көп сәтсіздікке ұшырағандығыңыздың белгісі және сәтсіздіктердің аяқталғанын білдірмейді. Түсіңізде тірі балық жегеніңізді көрсеңіз, жақсылыққа жолығатындығыңызға ишара. Наблусидің айтуынша, қуырылған балық көрсеңіз, жақсы хабар келетіндігінің және жауыңызды жеңетіндігіңіздің белгісі деген. Түсіңізде отқа піскен жұмсақ балық жеп жатсаңыз, дұғаларыңыздың қабыл болғандығына ишара. Тұрмыстағы әйел түсінде балық жегенін көрсе, өзіне және күйеуіне бір жақсылықтың келетіндігіне ишара. Түсіңізде балық босанғаныңызды көрсеңіз, қызды болатындығыңызға ишара. Түсіңізде өзен балығының теңізге түскенін көрсеңіз, екі жүзділіктің белгісі. Достар, осымен түс жоруға арналған шығарылымымыз аяқталды. Егер де менің видеом ұнаған болса, лайк басып комментарий қалдырыңыздар, және де подписаться бөлімін басып қоңырауды басуды ұмытпаңыздар.